көрермендерімізге біздің видеоларымызға лайк басып, оларға комментарий жазып, каналымызға тіркелгендеріңіз үшін өз алғысымызды білдіреміз. Біз әрбір пікірді қалдырмай оқимыз, және олар біз үшін өте маңызды. Ал каналға жазылмаған болсаңыз, әлбетте жазылыңыз, және видеоларды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Тарихында бүтіндей бейбітшілік орнаған бірде-бір жыл анықталмаған. Әрқашан әлемнің бір жерінде біреуге біреу қару кезеніп тұрған. Бәрімізге мәлім болғандай, осы күндерде әлемдегі жағдай нашарлауда. Түрлі мемлекеттердің саясатшыларының сөздері және әрекеттері бүкіл әлем халықтарын ядролық соғыс туралы ойлауға мәжбүрлеуде. Көп жылдардан бері ядролық қаруларға ие болып келе жатқан үкіметтер қолдан келгенше мұндай шиеленістерден сақтануға әрекет жасап келген. Бірақ бүгінгі күндегі саяси қайшылық дәрежесі бізді ядролық қарулар туралы ойлауға мәжбүрлеуде. Егер әлемнің бір мемлекеті ядролық қаруды қолдануды ойласа, бұл соғыс қалай болады? Жалпылай алғанда ядролық қарулар не істей алады? Қадірлі Квинтиллион арнасының көрермендері, бүгін осы сұраққа жауап беруге тырысып көреміз. Өкінішке орай, адамзат оған берілген нығметтерді қадірлемейді. Оған әрдайым бір нәрсе жетпейді. Барлық нәрсе кем сияқты көрінеді. Адамзат ядролық қарулар қолданудың салдары қандай болатынын алғаш рет 1945 жылы ақш Жапонияның Хиросима мен Нагасаки қалаларына атом бомбаларын тастағанда білді. Екі қала бүтіндей қирандыға айналған. 100 мыңдаған адамдар қаза тапқан. Тірі қалғандар жарылыс себебінен болған күшті радиация себебінен мүгедек болып қалған. Сол кезден бері ядролық технологияларының даму жолы ұзақ жолды басып өтті. 20 ғасырдың аяғына дейін тағы бірнеше мемлекеттер осындай қаруға ие болды. Қазіргі уақытта олар өткен ғасырға қарағанда әлдеқайда күрделі, жылдамырақ, жеңілірек және өте үлкен қиратушы күшке ие. Кейбір зарядтардың күштері Хиросима мен Нагасакиге тасталғаннан 50 есе күшті болуы мүмкін. Олар бір уақыттың өзінде миллиондаған адамдарды өлтіру мүмкіндігіне ие. Стокгольм тыныштық және талдау институтының жылдық есептеулеріне қарағанда әлемде 9 мемлекетте ядролық бомба бар. Олар ақш, Ресей, Франция, Ұлыбритания, Қытай, Үндістан, Пәкістан, Израиль және Солтүстік Корея. Әлемнің осы 9 мемлекеті барлығы 13 мыңға жақын ядролық бомбаларға ие. Мемлекеттер бір-біріне мыңдаған ядролық қаруларды қаратып тұрғанда, адамзат болашағы әрдайым қыл үстінде тұрады. Бұл мемлекеттер бұл заттарды қандай жағдайда қолдануы мүмкін? ақш-тың 2018 жылғы жаңа әскери доктринасына қарағанда, ақш өзінің ядролық арсеналын ядро клубына мүше мемлекеттер ядролық қаруларды таратпау туралы келісім шарттарды бұзған кез келген мемлекетке қарсы ядролық қаруларды пайдалануға рұқсат береді. Мұндай жағдайлар өте экстремал жағдайлар орын алғанда ғана қаралуы мүмкін. Құрама Штаттар үшін негізінен қауіпті сейілту негізгі жолы санкциялар және қарапайым күштерден пайдаланып, кең көлемдегі әскери операцияларды өткізу болып табылады. 2020 жылда Ресейдің жаңадан қабылданған ядролық доктринасы ядролық қару қолдануға болатын 4 шартты белгілейді. Ресей немесе оның одақтастарына қарай баллистикалық ракеталар немесе ядро қаруларынан пайдалану, ядро жауаптарын қайтаруға арналған әскери нысандардың жоқ қылынуы, сонымен қатар мемлекеттің тұтастығына қауіп төндіретін әрқандай күштердің шабуылы, ядролық қаруларды пайдалану тек қана экстремал және ең соңғы шара түрінде қаралады. Ресейде бұл шешім тек президент жағынан қабылданады. Қытай және Үндістан ешқашан және ешқандай жағдайда ядролық қаруларды бірінші болып қолданбауға уәде береді. Пәкістан ядролық доктринасы негізінен Үндістан жағынан қаратылған әрқандай шабуыл немесе басқыншылық жағдайлардың алдын алуға қаратылған. Корей Халық Демократиялық Республикасы болса тек қана мемлекет тәуелсіздігіне қол сұғушылық болғанда ғана дереу кек алуды талап етеді. Израильға келсек, бұл мемлекет ешқашан өзінде ядролық қару бар екенін ресми түрде жарияламаған. Израиль ядролық қарулар бар екенін мойындамайды, сонымен қатар жарияламайды да.
Ресей, ақш және Қытай жерден, теңізден және әуеден шабуылдау мүмкіндігін беретін диверсификацияланған ядролық арсеналға ие. Мұндай арсенал ядро триадасы деп аталады. Ядро триадасы немесе ядро үштігі. Бұл үш жақты ядро құрылмасы болып, ол жерден ракета шахталары, теңізде ракеталармен жабдықталған су асты кемелері және әуеде ядролық бомбаларға ие стратегиялық авиациялардан тұрады. Қазіргі уақытта мемлекеттердің Ресейге қарсы көріп жатқан шаралары президент Владимир Путиннің мемлекеттегі ядролық қаруларды арнайы жауынгерлік дайындыққа қою бұйрығына себепші болды. Бүгінгі күнде жағдай мынадай: қайсы бір мемлекет ядро түймесін бірінші болып басса да, ол мемлекетке симметриялық жауап қайтарылатыны күмәнсіз. Жау жағы сол уақыттың өзінде өзінің ядролық зарядтарын әрекетке келтіреді. Тіпті бұл жағдай алапат апатқа алып келетініне қарамай, мыңдаған ядролық ракеталар қарама-қарсы бағытта қозғалады. Жерде орналасқан құрлық аралық баллистикалық ракеталар ұшырылғаннан кейін, олар жердің қалаған нүктесіне жету үшін 25 минут жеткілікті болады. Су асты қайықтарынан жіберілген ядролық торпедалар болса, нысанаға жету үшін 12 минут жеткілікті. 12 минуттан соң ыстықтық және газ күйіндегі элемент күн ядросынан да ыстық болған газға айналады. Майдалану нәтижесінде пайда болған энергия өте күшті соққы толқыны, жарықтық эмиссиясы, радиациялық радиоактив ластануды жүзеге келтіреді. Жарылыс эпицентріндегі бүкіл жанды жансыз заттар күлге айналады. Кеңейіп бара жатқан от шары болса, айналадағы ауаны итеріп, үлкен жарылу толқынын жүзеге асырады. Бүгінгі күнде кейбір ғалымдардың айтуынша, тіпті құрлықтық ядро соғысы да үлкен экологиялық апатқа алып келуі мүмкін. Үлкен соққылардың алмасуы болса, миллиардтаған адамдардың қырылуына, сонымен қатар планетамызда үлкен техногенді апаттың орын алуына алып келеді. Жердегі барлық тіршілік иелері негізгі өмір сүру көзі болған күннен үзіліп қалады. Бұл жағдай болса жердегі температураның ондаған жылдарға төмендеуіне алып келуі мүмкін. Бұл жағдайды ғалымдар ядролық қыс деп атайды. Мұндай қиын жағдайдан аман қалғандар ары қарай өмір сүре ала ма? Бұл әрине өте қиын сұрақ. Ұлы ғылыми тұлға Эйнштейн, үшінші дүниежүзілік соғыс қалай болатынын білмеймін, бірақ төртінші дүниежүзілік соғыста адамдар тас және таяқтармен соғысады деген екен. Бұл қорқынышты қарудың ешқашан қолданылмайтынына үміттенеміз және ақыр соңында әлемде рационалдық жеңіп шығуына тілектеспіз. Для человечества это будет глобальная катастрофа.